Ассаламу алейкум ардақты ағайын, Қазспорт телеарнасының патша көңілді көрермендері. Сіздердің назарларыңызда көкпардан ересектер арасындағы ел чемпионаты бұл Талдықорған қаласында өткен айтулы дода болатын 21-ші чемпионат Қазақстандағы. Бұл бәсеке бұрынғыдан өзгерек, себебі бұл 3-ші орынға таласатын командалардың арасында өтетін керемет ойын. Жалпы ардақты ағайын, бұған дейін бірнеше командалардың ойнағанын көрдіңіздер және сенсациялық жағдайларда орын алды. Мәселен, дәл бүгін өнер көрсететін Маңғыстаудан келген Адай-ата көкпар командасы Шымкенттің Құлагер көкпар командасын жеңіп, мінекей осындай жауапты бәсекеге жолдама алып отыр. Және бұрын соңды өнер көрсетпеген, бұрын соңды көпшіліктің арасында көрінбеген Нарын командасы финалда ойын көрсетеді. Оны біз келесі апта тамашалайтын боламыз. Олай болса, дәл қазір көкпар командалармен танысып өтейік. Маңғыстаудың Адай-ата көкпар командасы Дәулетбек Омбаев бастайды, Ермек Көбей, Темірлан Сейітбеков, Ербол Ермағанбетов, Болатбек Әлімбетов, Мұсабай Сәрсебаев, Ұлан Байтөреев, Ынтымақ Әліпбаев, Ғалымжан Мұстапаев, Александр Попенко, Бақытжан Әзімбай, Шымболат Ақпаев есімді жігіттер өнер көрсетеді. Және бұл команданың жетекшісі Қанағат Сүйебаев және Кенжебеков мырза жаттықтыратын атап өткеніміз абзал. Ал маңғыстаулықтарға қарсы өнер көрсететін Алматы облысының Үшқоңыр көкпар командасы Қайыржан Сүлейменов, Асқар Оңғарбаев, Айбек Болат, Нұрсұлтан Абесов, Елдар Жиынқұлов, Азамат Құлдыбаев, Мейіржан Мәтжан, Азамат Сейітқалиев, Елдос Тілебалдиев, Талғат Әбдірахманов, Амангелді Тұрсынбай, Самат Жаманғара. Ал команданың жетекшісі Орынтай Әмірғалиев, ұлттық спорттың ақсақалы саналатын Азамат және команданың жаттықтырушысы Берік Деңгелбаев. Міне, осы қос команданың арасында бүгін тартысты бәсеке өтетін болады. Бұл жігіттердің ойынына әділ төрешілік ететін төрешілер ортадағы төреші Нұрхан Айтбаев, Нұрхан Айтбаевтың басындағы бөркінен таниды бүгінді ел. Ал қапталдағы төрешілер Ырыскелді Байтасов, Ерлан Юсупов және Болат Керімқұлов. Міне осы азаматтар қапталда тұрып, әділ төрелігін көрсететін болады ардақты ағайын. Өздеріңізбен бірге 3-ші орынға талас кездесуін тамашалайтын, жүргізетін комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Мәулен. Сонымен бүгінгі бәсекені бастаймыз. Ескі әдет, командалар бір-бірімен қол алысып сәттілік тілесетті, арғарай ойынға кірісе кетеді. Қос команда жігіттерінің киімдері ұқсас, түстері, яғни екеуі де аспанымыз ашық болсын деген ниетпен көк тудың түсін таңдаған. Дегенмен Алматы облысының киімінде сары жолақ араласқан, сондықтан да ажырату аса бір қатты қиынға соқпайтын шығар. Сонымен кіші шеңбердегі серке 1 минуттың ішінде көтерілуге тиісті. Адай-атаның жігіттері әуел бастан ұмтылған дегеннен, алайда одан ешқандай нәтиженің шықпағанын көріп отырмыз. Жалпы қос команда туралы аз кем ақпарат айтатын болсақ, Маңғыстаудың Адай-ата көкпар командасы осы Маңғыстаудағы тұлпар мініп туыстап жүрген азаматтар бар. Ішіндегі атап айтатыны сол Қанағат Сүйебаевтан бастап біраз азаматтар, жігіттер осы ұлттық спорттың көкпарын қолға лайық Маңғыстаудың деп Адай-ата дейтін спорт клубын құрып, соның сапына Жамбылдың жампозы, кезінде Шымкенттің де құрамында ойнаған, Жамбыл облысында талай чемпиондық атаққа қол жеткізген Дәулетбек Омбаев алды. Қала берді спортшы бері көкпардан ұлттық құраманың мүшесі Саша Пупенканы алды, Астана командасының белді ойыншысы. Міне сондай ойыншылармен қатарлары толығып, бұл Маңғыстау облысының бүгінде күші нығайған. Осы азаматтардың арқасында Маңғыстаудың
жас өрендерін дайындап жастар чемпионатына қатысады. Алдағы өтетін біз трансляциясын көрсететін боламыз. Ол Ақтөбеде өтетін көкпардан жастар арасындағы ел чемпионаты. Міне сол чемпионатта Маңғыстаудың өз жігіттері ойнайды деген үмітіміз бар. Жалпы қай жерде болмасын көкпар атам қазақтың асыл дәстүрі болғандықтан әрбір қазақтың баласы тақым қысып, атқа отырып, серкені жерден көтеріп, қазандыққа салуға ұмтылып, көкпар десе жаны қозып отыратыны түсінікті. Ал енді Алматы облысының Үшқоңыр көкпар командасы жалпы Алматы облысының ат спорт түрлерінің арасындағы бәйгемен өте ерекшеленетінін жақсы білесіздер. Дегенмен бүгінгі таңда бұл Үшқоңырдың жігіттері Алатаудың жағасында дәл осы көкпармен де белсене айналысады. Сөзіміздің дәлелі мінекей Мейіржан Мәтжанның тақымындағы серке қазандықтың дәл түбіне келген кезде қиыс кетіп қалғанын аттың көріп отырсыздар. Нәтижесінде серке ойын алаңның сыртына шығып кетті. Қазір ортада жекпе-жек сайысы болады. Көкпардың халықаралық ережесіне сәйкес ортадағы шеңберде жатқан серкені 2 минуттың ішінде жерден көтеру керек. Егер 2 минуттың ішінде жерден көтерілмеген жағдайда, онда атта адамда ортадан ауысатын болады. Мейіржан Мәтжан енді расымен де өте талантты ойыншы. Жекпе-жек сайысында өзіне дес бермейді. Мұсабай Сәрсебаевтың таласқанына қарамастан қазір серкені тақымға басып алған. Ойын алаңның сыртына шығып барады. Енді өз командаластары ойынға араласуға құқықтары бар. Мінекей аттың тізгінін алып қазір қазандыққа қарай бұруға әрекет етіп жатқан Алматы облысының Үшқоңыр көкпар командасының жігіттері. Қазандықтың түбіндегі айқас бұл әрине қай кезде болмасын өте жауапкершілікті талап ететін кез. Сондықтан мұнда жігіттердің күштілігі, мықтылығы, бабы мен бағы қатар сыналады. Алайда серке тағы да ойын алаңның сыртына шығып кетті. Екі команданың да күштері қатарлас, шамалас. Сондықтан бұл жерде бұл чемпионатқа дайындалып келгендері де түсінікті. Баптың көп шауып кетеді деп айту қиын шығар. Сондықтан бүгін бағы жанған команда алға шығатын болады. Айбек Болат шықты бұл жолы. Қараңыздар шыққандай шеберлік. Сол қолымен серкені көтерді де оң тақымға қарай аттың алқымынан алып өтіп барып басып алғанын көріп отырсыздар. Айбек Болаттың бір керемет әдісі дәл осы жекпе-жектен алғаннан кейін ешкімге дес бермей қазандыққа жалғыз жарым шаба жөнелетін тамаша әдеті бар. Сол әдіс айласына бүгін тағы басар ма екен? Көрейік. Міне дәл қазандықтың түбінде айос салым болатын сияқты. Міне тамаша салым ардақтағай. Айтып ауыз жиғанша Айбек Болат әріптесінің көмегімен осылайша бір салымның авторы атанып отыр ардақтағай. Құттықтаймыз. Алғашқы салым ойынның 6 минутында өтті. Айбек Болат 1995 жылы туған шабандоз, спорт шебері, астындағы тұлпары Құлсары, Алматы облысының палуаны осылайша ойынның 6 минутында алғашқы есепті ашты. Керемет. Енді серке кіші шеңберге қайта тасталады. Осы шеңберден 1 минуттың ішінде көтеру керек серкені. Егер 1 минуттың ішінде көтерілмеген жағдайда, онда бәсеке ортадағы жекпе-жек сайысымен жалғасады. Міне қазір Елдар Жиенқұлов тақымға басты серкені. Бақторы дейтін тұлпары астындағы
Мінекей, қазандықтың түбіне жүйткіп кеп жақындаған сәті, қане тамаша, қараңыздар қандай финт жасап жүр. Міне тамаша салым салуға мүмкіндік, және салым. Бәрекелді. Елдар Жиенқұлов ардақты ағайын, жарайсың, қандай тамаша салым. Және өзінің нақ еңбегі ғой шіркін. Бұл Елдар Жиенқұлов таныстыра кетейік 1991 жыл туған тәуелсіздіктің құрдасы бұл батыры. Астындағы тұлпары Бақторы Алматы облысының палуаны ойынның 8-ші минутында есепті еселеп өтті. Қараңыздар, атынан түсіп қалса да тізгіннен айырылып қалса да басты мақсат салым салу, және ол мақсатты орындап мұратына жетті. Жарайсыңнан бас қайтар. Расымен де, ардақты ағайын, бүгінгі көкпар өте сауатты, айтар жоқ ойын болып отыр. Дәл өз қалпынан жаңылмаса, көптеген салымдардың куәсі боламыз деген үмітіміз жоқ емес. Енді Маңғыстаудың жігіттері ширақ қимылдауға тырысу керек, және бір-біріне демеу көтеріп мінекей. Дәл қазандықтың түбіне келді, енді сәл ғана жылдамдықтың жетіспей қалғанын көріп отырсыздар. Шымболат Ақбаев бұл Серкені тақымдап жүрген балуан, астындағы қарагермен қазір командалық әріптес Дәулетбек Омбаевқа қарагерден Ақбозатқа ауысты Серке. Қалай болар екен? Не деген қақтығыс, не деген сойқан. Серкеге таласқаннан кейін осылай таласу керек. Аттың алқымында қалып қойған Серкені қазір Алматы облысының жігіттеріне ақырында ойса бастаған ұста ойын алаңның сыртына шығып бітті Серке. Өкінішті ақ дегенмен бұл ойынның басы ғана. Ортада жекпе-жек сайысы бірденмен қайта басталып кетті. Нұрхан Айтбаевтың бұл белгісі Мейіржан Мәтжан мен Темірлан Сейітбековке жекпе-жекті бастаңдар дейтін пәрмен бергенін көрдіңіздер. Міне, тақымға басты Мейіржан. Енді ақырындап өзіне ыңғайлырақ аттың үстіне отырады да, сауырдан қамшынып баспаса да, бауырдан тебініп кеп алға қарай ұмтылып кету керек болатын. Дегенмен Мейіржан да кетті, Серке де кетті ойын алаңының сыртына, атынан түсіп бірақ кетті. Серке ойын алаңының ортасында орналасқан шеңберге тасталды. Бұл жекпе-жек деген сөз. Бүгінгі ойында өте көп жекпе-жектер өтуде. Айбек Болат пен Мейіржан Мәтжан ерекше көзге түсіп отыр. Алматы облысының жекпе-жекшілерін әлі алған. Маңғыстаудың жігіттерін көрмедік. Бұл жолғы жекпе-жекте де Алатаудың баурайынан келген үш қоңырлықтар жарап тұр. Қамшыны басып мінекей.
ортадағы шеңберден шығып кеткен Айбек Болат болатын. Міне, жақындаған сәт турас қабая. Бұл дейтін кешірілмейтін қателік ардақты ағайын етті. Неге десеңіз, кәдімгі салымның алдында тұрған Серкені жігіттер бір-біріне кедергі жасап, аттың тізгіндерін кері қарай бұрып жүрген көрінеді. Нәтижесі осы, Серкеде жерде салым да жоқ. Талас, қысылған тақым алматылықтардың одан сайын қатая түсіп жатыр. Маңғыстаулықтардың тақымын айтпасақ та түсінікті шығар. Адай ата Көкпар командасының жігіттері Серкені жерден көтеріп, Үшқоңырдың қазандығына аттанып барады. Қараңыздаршы, танаулары желбіреп, тұлпардың баршасы тістесіп тұрып. Ауыздық деген азуларын айқар ашып, терең-терең тынысап, үстіндегі иесінің айтқанына көніп, бұрғанына жүріп, мейлінше командасының жеңіске жетуіне сүбелі үлес қосуда. Жалпы көкпар ат үстінде ойналатын спорттың түрі болғандықтан, ертеректе бұл соғыс жауынгерлерінің дайындығы болатын. Бүгінде шүкір спортқа айналдырдық. Тек ұлттық дәстүріміз ретінде ғана, көрген көзге қызықты спорт ретінде, денсаулықтың кепілі ретінде ғана айналысамыз. Мұның өзі біздің елдегі бейбітшіліктің дәурені басым екенін айғақтаса керекті. Айтпағымыз, жалпы көкпар бәсекесі расыменде ат үстінде ойналатын спорттың түрі болғандықтан, бұл жерде ат пен адамның бірігіп дайындалуы өте маңызды. Біз алматылықтардың да, маңғыстаулықтардың да тарапынан осындай дайындықты көріп отырмыз. Жекпе-жек сайысы ұзаққа созылуда. Әрине, төреш мұндай уақытта тоқтатпайды. Бірақ қимылсыз тұрған, әдіс жасамай жатқан спортшыға ескерту жасалады. Дегенмен, бұл олқылықтың орнын тез толтырған алматылықтар Серкені алып шабуылға басты. Айбек Болат. Айбек Болаттың мықты спортшы екенін барлығы мойындаған. Жас болса да небір 95 жыл туылған. Бұл жігіттер ел болып етек жеңімізді жинағаннан кейін тәуелсіз Қазақстанның аспанында туған балалар болғандықтан да еркін өсіп, кең көсіліп шабатын жігіттердің қатарында. Сондықтан алда болатын қорғаушылар көп кедергісін тигізбеу керек. Дегенмен командалық әріптесі Азамат Құлдыбаевқа ойыстырыпты Серкені. Алайда Азамат қалың адайлықтардың арасында қалып қойды. Міне тамаша мүмкіндік және салымба. Керемет салым ардақтар. Азамат Құлдыбаев 1986 жыл туған шабандоз.
астындағы тұлпары Сарбаз. Алматы облысының ойыншысы осылайша тамаша бір салымға қол жеткізді. Ардақты ағайын, қызықты ойынды тамашалап отырып, әуелгі кезеңнің де сәл болсын аяғына жақындап қалғанын сезбей қалыппыз. Көкпар осынысымен қызықты. Рақан Айтбаевтың ысқараға Адай-ата мен Үшқоңыр командаларының арасында ойын 0-3 есебімен бірінші өзінің кезегін аяқтады депті. Олай болса, екінші кезең маңғыстаулықтардың еншісіне тер ме екен, оны сәлден кейін көреміз. Ал бұл бірінші таймдағы ең тамаша көріністер. Нұрхан Айтбаев екінші таймды бастауға ысқырығын шалды. Бұл ересектер арасындағы 21-ші ел чемпионатының 3-ші орынға талас бәсекесі. Дәл осы ойынның жеңімпазы қола жүлдені қанжығаларына байлақ байтады. Әзірге бір қадам жеңіске жақындаған команда Үшқоңыр баурайынан келген жігіттер Алматы облысының абыройын асқақтатуға шақ қалып тұр. Алайда маңғыстаулықтардың да әлсіз деп айту қиын. Шабуылы басталды. Дәулетбек Омбаевтың қалай ойқастап келе жатқанын қараңыздар. Жасы 40-қа таяса да белім босатпай бекем буып, атқа тақымын қатты қысып, мінекей әлі күнге дейін көкпар тартып жүрген жайы бар. Қазір Мұсабай Сәрсебаевтың керемет финттерін көрдік. Алайда аттың үстінен атымен бірге аударылып қалғаннан кейін Серке дәл сол жерде жатқан жерінен ойын қайта басталады. 1 минуттың ішінде көтерілуге тиісті. Егер көтерілмесе, да ортадағы шеңберде жекпе-жек сайысына ұласатын болады. Алайда Серке қазір көтерілді. Қайтып түсіп кеткен сияқты. Еңкею керек, және Серкені жерден көтеріп алған қос балуан жеңіс жолында таласып жатқанның куәсі болып отырмыз. Алматының Үшқоңыр көкпар командасы Серкені тақымға басып шабуылға шығуға ұмтылуда. Бұл азамат Нұрсұлтан Абесов. Нұрсұлтан да бұл чемпионаттың барысындағы талай салымның авторы. Дегенмен бұл шабуылының қорытындысы дұрыс болған жоқ. Шабуыл аяқсыз қалды. Саша Попенко Тегеран дейтін тұлпарды тақымдап Қарағасқа мен Қазандыққа қарай жақындап келеді. Қараңыздар шалматылықтардың қорғанысын. Жан-жақтан қаумалап, мына Александрға дес берер емес депті. Қазандыққа жақындатпайды. Міне келген тұз, бірақ кес-кестеп алдынан шық қалды. Қорғаныс дейтін осындай болу керек, ардақты ағайын. Енді Елдар Жиенқұлов міне Сашаның тақымындағы Серкеге ұмтылуда.
Дегенмен әлі де болса Қарт Каспийдің жағасынан келген кәнігі ойыншылар екінші кезеңдегі таразбасын өз жақтарына аударуға барын салып ойын көрсетуде, бірақ бағжанбай тұр. Өздеріңіз де көріп отырсыздар. Салым салуға мүмкіндіктер болып тұр, алайда сол Серке Қазандықтың ішіне түспей күйдіруде маңғыстаулықтарда. Серке ойын алаңның сыртына шығып кетті бұл шабуылдың нәтижесінде. Ортада енді жекпе-жек сайысы болады. Қос команданың екі азаматын ортаға шығарғаннан кейін Нұрхан Айтбаевтың ысқырыға жекпе-жекті бастаңдар дейтін пәрменді береді. Мейіржан Матчан, Темірлан Сейтбеков Серкеге талас үстінде. Мейіржан Матчан тағы да 7-ші нөмірді еншілеген балуан Серкені тақымға басып алды. Міне қарсылық, міне талас Серкеге. Бірақ шап пен санның арасына қыстырылған, бастырылған Серке тастай тақымның арасынан суырып алу қиындық тудыратын шығар. Десек те таласып бағуда. Мейіржан Матчанның тақымында Серке. Бірақ маңғыстаулықтың жігіттері алқымнан алып қорғаныстарын күшейтуде. Нәтижесінде Серке тағы да ойын алаңының сыртына шығып кетті. Жекпе-жектің соңы жекпе-жекке ұласып жатыр. Бұл жолы Мейіржан Матчанды Айбек Болат ауыстырған екен. Екеуі де 3-ші нөмірдегі ойыншылар. Қос үштіктен 3 салымды арттыратын тағы бір нәтижелі шабуыл бола ма? Көрейік, Айбек Болаттың ептілігі, мықтылығы, тектілігі осы жерде көрінуі керек. Міне, айтып ауыз жиғанша шабуыл басталып ақ кетті. Елдар Жиенқұловқа ауысты Серке қазір. Қараңыздар, дәл Қазандықтың түбінде қазір Айбек Болатпен бірге салым салу керек еді. Алайда Ермек Көбей бұл шабуылды тойтарып тастады. Маңғыстаулықтар бірінші кезеңінде бұл бәсекенің мұншалықты қорғаныс таныта білмеген болатын, бірақ міне Елдар Жиенқұловтың атын қағып өткен сәтке куә болып отырсыздар. Қос тұлпар иесіз қалды. Елдар Жиенқұлов аз да болсын жарақат алып қалған сияқты сол аяғынан. Көрейік, қандай шабуыл жасалған. Қап. Бұл жерде енді төрешінің шешімі Маңғыстаудың жігіттерін жазалауға тиісті. Бірақ біз оны көре алмай тұрмыз. Демек, бұл жерде айтарлықтай ойын ережесін бұзатындай жағдай болмаған. Мұсабай Сәрсебаев. Серкені алып. Біраз мықты көріністерді көрсетуге талпынғанымен
ойын алаңның сыртына шығып кетті. Бар мақсат, бар мүдде, салым салу. Алайда бұл ойы әзірге орын алар емес. Мейіржан Мәтжан және оның қарсыласы Темірлан Сейітбеков тақымға қыста. Одан шығару қиындау болады Темірланға. Жалпы еңкеуге келгенде еңку жер салған үш қоңырдың жігіттеріне шақ келер ешкім болмай тұр. Жалпы көкпарда осы ойын алаңның сыртына шығарып жүру атты да, адамды да, серкені де бұл бірден бір кейін қанат жайған әдіс. Осы әдістің нәтижесінде қорғаныстарын мығым етіп бекітіп алуға мүмкіндік бар. Тағы да қос команданың қос мықтысы ортада. Бұл ардақ тағайын көкпардан ересектер арасындағы 21-ші ел чемпионатының финалдық кездесулері, яғни ақтық бәсеке болмаса да, қола жүлде үшін қырғын, қолаға талас. Әзірге бұл жүлдеге бір табан жақын тұрған Алматының үш қоңыр көкпар командасы. Ал маңғыстаулықтар есепті теңестіріп, өздеріне басымдық алуға барын салуда. Қарсыласының атының үстінен келіп, серкеге жармасып тұру. Бұл да қиынның қиыны. Серкені құйрықтан көтерген Елдос Тілебалдиев. Айбек Болаттың шабуылы, бірақ астындағы бақанас дейтін тұлпарымен Айбек Болаттың шабуылы әзірге нәтижесіз. Бірақ жүйт көп шауып қарсыластарын қапыда қалдырып кетуге мүмкіндік бар. Қабая тақымға басу керек еді, осыншалықты ұзақ шапқаннан кейін. Александр Попенко жерден серкені көтергісі келген. Бірақ ол мүмкіндігінен айырылып қалды. Екінші кезең салымсыз өтеме дейтін қорқыныш, үрей бойды баурап барады. Дегенмен бұл ойын маңғыстаулықтардың тақымы одан сайын қатая түскен шығар. Мейіржан Мәтжан мен Темірлан Сейітбеков тағы да жекпе-жектің төрінде, ортадағы шеңбердің ішінде жатқан ақсеркеге таласуда. Маңғыстаулықтардың бірінші еңкейіп жерден серкені алуға ыңғайланған бірінші қимылы осы болса керекті. Оның өзі нәтижесі аяқталды. Бұл жекпе-жекте енді расымен де адамның жылдамдығы мен ептілігінен бұрын аттың мықтылығы сыналады. Осы жекпе-жек сайысында барлық өңірлердің алдына жан салмайтын бір тұлпар бар елімізде. Лазер атты сәйгүлік. Ол сәйгүлік
ешкімге дес бермейтін аттардың қатарында өздеріңіз жақсы білесіздер. Жамбыл облысының Әулиеата көкпар командасының құрамында өнер көрсетеді. Алдына өңгеріп алуға талпынған Мейіржан Матжан, бірақ Серкені мынадан алып, мына жағына өткізіп алды. Бұл да бір уақытты кішкене болсын созып, сол есепті ұстап қалудың бірден бір әдісі болса керекті. Алайда ортадағы төреші атты да адамды да ауыстыруға бел байлапты. Елдар Жиенқұлов және Шымболат Ақбаев ортаға шыққан шабандоздар. Көрейік қандай нәтиже болатын. Маңғыстаудың жігіттері бірінші рет ортадағы жекпе-жектен жеңіп шыққан сәті болса керекті, бірақ ат тізгініне ие бола алмай қалды. Қайтадан ортада жекпе-жек сайысымен жалғасады бәсеке. Аттың жылдамдығы шіркін Серкені жерге тастауға дес берер емес. Айбек Болат және Александр Пупенко қараңыздар, шалдына қалай кес-кестеп тұра қалады тұлпарлар. Құдды бір айтып түсіндіріп тұрған сияқты. Дегенмен чемпионатқа дейінгі жаттығулар, дайындықтар аттардың бір-бірінен секем алмай дәл осылай керемет өнер көрсетуіне септігін тигізеді. Нұрхан Айтбаевтың ысқырығы бүгінгі бәсекенің қорытындыланғанын айғақтаса керек. Ардақты ағайын, екінші 20 минуттықта осылайша өз мәресіне жетті. Нәтиже өздеріңізге белгілі. Есеп 0-3. Осылайша Алматының Үшқоңыр көкпар командасы 21-ші ересектер арасындағы көкпардың ел чемпионатының 3-ші орынын алды. Қола жүлденің иегерлері атанып отыр. Құттықтаймыз. Алайда Маңғыстаудың жігіттері өте ерекше өнер көрсетті. Ал келесі апта біз ең қызықты бәсекелердің бірін тамашалаймыз. Ол 8 дүркін осыған дейінгі ел чемпиондары атақты Жамбыл облысының Құлагер көкпар командасымен енді ғана осы көкпардың шымылдығын түрген және керемет ойын көрсетіп жүрген Атыраудың Нарын көкпар командасы қос команда арасындағы байрақты бәсекені тамашалайтын боламыз. Бұл көкпар бағдарламасы режиссерлары Руслан Дәулетов, Жарқын Барақбаев және өздеріңізбен бірге болған комментаторларыңыз әдеттегідей мен Қайырхан Дәулет. Аман сау болыңыздар.